Баршаңызға ассаламу алейкум. Бүгінгі менің жаңа әрі пайдалы видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда мұсылман мәдениеті, тіпті қазіргі ғылым зерттеп тастаған осы бір пайдалы мисуак туралы айтатын боламыз. Бұны барлық мұсылмандар білетін шығар деп ойлаймын, бірақ бұл табиғи тіс тазалағыштың пайдасы туралы бүгінгі видеода білмейтіндер үшін айтқым келіп отыр, және оны дұрыс қолдану жолдарын да сіздерге көрсеткім келіп отыр. Мисуак табиғи тіс щеткасы. Ол сальвадора, яғни арак ағашының бұтақтарынан, тамырларынан жасалады. Бұл әдіс мыңдаған жылдар бойы мұсылмандардың ауыз гигиенасын сақтау үшін қолданылып келеді. Ислам діні адамдарды ең алдымен тазалыққа үйретеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, мисуак қолдануды сүннет амал ретінде насихаттаған. Солай хадистерде, егер үмбетіме қиындық туғызбаса, әр намаздың алдында мисуак қолдануға бұйырар едім дегені бар. Мисуактың құрамында бактерияға қарсы заттар, фторидтер, силика және эфир майлары бар. Бұл заттар тісті ағартып, қызыл еттің саулығын жақсартады. Мисуактың артықшылықтары ауыздағы бактерияларды жояды, тісті ағартып, жағымсыз иістің алдын алады, қан айналымын жақсартады және тіс шегі мен пародонтоздың алдын алады. Қазіргі зерттеулер мисуактың микробқа қарсы қасиеті бар екенін дәлелдеді. Кейбір химиялық тіс пасталарынан тиімді деп танылған жағдайларда бар. Мен мисуакты қалай қолданатыным туралы қысқаша түсіндіріп кетейін. Егер қолыңызда пышақ немесе қайшы болса, мисуактың бір ұшын кесіп, қабығын шамамен 1-2 см ашып, ұшындағы талшығын шығару керек. Кейін мисуакпен тісіңіздің барлық бетін, яғни алдыңғы, артқы және жан жақтарын жұмсақ қимылмен тазалаңыз. Қатты басудың қажеті жоқ. Мисуакты күніне бірнеше рет, әсіресе тамақтан кейін қолдануға болады. Қолданғаннан кейін тазалаған ұшын қиып тастаймын және дымқылдығын ұстап тұрсын деген мақсатпен көбінесе тоңазытқышта сақтаймын. Дәл қазір сіздерге мисуактың қалай қолдану керегін түсіндіретін боламын. Ол үшін бізге осындай влажный болу керек. Менде жап-жаңа болған соң мисуак влажный болып тұр. Сондықтан мен оны суламаймын. Егер қатты құрғақ болса, онда міндетті түрде бір рет сулап алған дұрыс. Ал дәл қазір менде құрғақ емес, влажный болған соң мен оны уже тұтына береді. Ал бисмилля деп бастаймын. Дәл осылай жасасаңыздар болады, егер қайшы болмаса. Мінекей сыртындағы қабығын алып тастадым. Енді осымен тісті шөткілейміз. Алдымен бұны жібітіп аламыз, ыңғайлы болу үшін тісті шөткілеуге. Мінекей дәл осылай майысатындай күйге енді осымен тісімізді шөткілей берсек болады. Мінекей мен тісімді тазалап алдым. Енді бізге мына басындағы щеткасы керек болмайды. Бұны бірден қиып алып тастаймыз. Егер қайшы болмаса, канцелярский пышақтың көмегімен де алып тастаса болады. Бірақ мен көбінесе қайшымен аламын. Солай ыңғайлы, негізі қайшымен алған ыңғайлы. Осылай басын қиып алып тастаймыз. Ол бізге енді керек емес. Міне, бұл енді мынау басын қиып алып тастадық қой, келесі пайдалануға бұл жарайды. Мисуак бұл тек мұсылман мәдениетінің дәстүрі ғана емес, сонымен қатар ауыз қуысының денсаулығын сақтаудың қарапайым әрі тиімді әдісі. Егер денсаулығыңызға қамқорлық жасағыңыз келсе, мисуакты қолдануға кеңес беремін. Ал енді сіздерге сұрақ: сіз мисуакты бұрын қолданып көрдіңіз бе? Қолданып жүрсеңіз қаншалықты жиі пайдаланасыз және сіздің тісіңізде өзгеріс болды ма?
пікірлеріңізді төменге жаза кетіңіз. Егер бұл видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Бүгінге осы, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.